Төсекте әйеліне көңілі толмаған көршінің әңгімесі. Көрші пәтерден тағы айқай-шу шықты. Тыңдап жатырмын. Еркектің дауысынан әйелдің дауысы қаттырақ шығады. Бірін-бірі боқтаған еркек пен әйелдің дауысы подъезді алып барады. Шыдай алмадым, барып есіктерін қақтым. Өйткені бұл отбасыны танимын. Мұнда көшіп келгендеріне көп бола қойған жоқ. Күйеуінің аты Шалқар, әйелінің аты Ақмарал. 2 баласы бар. Шалқар таксист. Таң атпай жаман негісиясына мініп, қоқайып кетіп бара жатады. Кешке қайтып келе жатады. Ақмарал былайша айтқанда домохозяйка сияқты 2 баланы қарап аулада жүреді. Байқаймын, олар жиі ұрсады. Ондай жанжал туған кезде Шалқар қашып біздің үйге келеді. Темекі сұрап тартады. Оны-мұны айтып мыжып отырады. Әйелінің ашуы басылдау дегенде ғана үйіне барады. Бірақ бүгінгі дау бұрынғыдан да бөлек сияқты. Содан кейін ғой шыдай алмай есіктерін қаққаным. Есікті Ақмарал ашты. Бұрқылдап сөйлеп жүр. Сүмелек, мені жезөкше көреді екенсің ғой. Төсекте айт бүйт дегендеріңді көшеге танысқан салдақларың айтасың, соларға бар. Бұл несі? Төсекте маған алай жаса, былай жаса дейді. О, сорлы, белің дұрыс жұмыс істемесе, мен кінәлімін бе? Мына бір кітапты алып келіпті, оқу үйрен дейді. Жасым 35-ке келгенде 8 кітап оқып, бозаларды үйреніп қалыпты маған. Өй бейшара, оданша ақша табудың жолын қарастырсайшы деп, бір кітапты ашылған есіктен подъезге лақтырып жіберді. Жүр бауырым, келіннің ашу басылғанша біздің үйде отыра тұрайық деп Шалқарды үйге шақырдым. Еңкейіп жерде жатқан кітапты алдым. Кітаптың аты «Төсек ләззаты» деп аталады екен. Күліп жібердім, себебі Шалқар әйелім қанағаттандырмайды. Төсекте кескен томардай жатады деп қояды. Өтірік болса да жыныстық қатынас кезінде ыңырсып, құшақтап, аймаласуды білмейді деп жақында ғана сыра ішіп отырып бар сырын ақтарып салған. Шамасы мына кітапты тауып әкеліп әйеліне оқытпақ болған сияқты. Дау содан шықса керек. Шалқар екеуміз аулаға шығып темекі тұтаттық. Өткенде айтып едім ғой, төсекте әйеліме қанағаттанбаймын деп. Әйтейік, бүйтейік десем, оны қайдан білесің? Біреумен жатып жүрген секілдісің ғой деп тап берді. Жаңа естідіңіз ғой, мен жезөкше емеспін дейді. Мына бір кітапты таныстарының үйінен алып келіп осыны оқышы. Бәлкім төсектегі қарым-қатынасымызды түзелетін шығар десем, шу шығарды деп Шалқар налей сөйледі. Білмеймін не істерімді. Расында жезөкшелерге барып құмарымды анда-санда тарқатып тұрсам ба екен, әлде төсектің қыр-сырын жетік білетін бір көңілде ұстау керек пе? Бұлай жүре беруге болмас, деді тағы ол. Үндеген жоқпын. Өзге отбасының жыныстық қарым-қатынасы жайында не айтуға болады? Білмедім. Тек Шалқар белгілеп қойған кітаптың беттерін парақтап көз жүгірттім. Мынандай жолдарды оқыдым. Кез келген әйел өз ер-азаматын жүрегімен барынша сүйетін болса, ол оны жыныстық тұрғыдан да бақытты ете алуы тиіс. Өйткені өмір бір бақытты жүретін көше емес. Бұл екеуі ара келісіп, жыныстық өмірді қызықты да тартымды етудің жолдары. Жыныстық қатынасты сәтті аяқтай алмаған еркекке сен еркек емессің дегеннен ауыр сөз жоқ. Бұл ер-азаматтың сізге енді қайтып бар ынтасын салып жыныстық қатынасқа баруына кедергі болады да тұрады. Мұндай қателіктен аулақ болғандарыңыз абзал. Тіпті мұндай балағаттаулар мен басқа да жыныстық қатынастағы кері пікірлер бірте-бірте жігітті белсіздікке әкеледі. Сондықтан жыныстық қатынастың өте нәзік психологиялысы бізден бір-біріміздің көңілдерімізге кірбің түсірмейтіндей іс-әрекет етуді талап етеді. Адамдар арасындағы сексуалдық сауатсыздық, төсек ләззатындағы мәдениетсіздік, қауышудың кейбір жақтары таза емес деген ойды көкейімізге ұялатқан. Ол жөнінде жұбайлар арасында ашық айтып пікір алысу, бұл тәсілді немесе әдетті кімнен үйреніп көріп жүрсің деген күдікті сауалдың тууынан қашқандықтан жиі бола бермейтіні рас. Олар өздерінің жыныстық талап-тілектері жөнінде бір-біріне айтудан тіпті қорқады да. Өйткені бірін-бірі кінәлап, тіпті ара қатынастары бұзылуы мүмкін деп ойлайды. Бір-біріңізге төсек ләззатында көмектесуге тырысыңыздар. Себебі төсек ләззатына құлаш ұру екеудің тірлігі. Сондықтан тек қана еркек немесе тек қана әйел жұмыс істеу керек деп ойлау өте қате.
Сіздер бір-біріңізді қанағаттандырып, құштарлықтарыңызды қоздырып, бірге қанағат табуға, құшырларыңызды қандыруға тиістісіздер.